Құрметті оқушылар, бүгін математикадан 4-ші сыныпта 96-ші сабақты қарастырамыз. Ол логикалық есептері деп аталады. Бірінші есеп сағым дегеніміз не дейді? Сағым дегеніміз ол елес екен. Түйелердің көлеңкесіне қара, оларда бір-біріне сәйкес келмей тұр. Олай болса, көлеңке елес дегеннің барлығы ол сағым болып табылады екен. Екінші есепте фигураның жазбасына берілген тапсырма, яғни бұда қарап тұрсақ, үшіншісі екен. Үшінші есепте досыңнан пішінің неше текшеден құрастырылғанын айтуды сұра. Ол өзінің есептеу тәсілін түсіндірсін дейді. Біріншісі санасақ 13 текше екен. Не себепті? Өйткені ана көрінбей тұрған жердің барлығында астында текшелер бар деп есептеледі. Ал екіншісінде 8 текше бар екен. Досыңа да санатып көр. Енді бұл каналға бірінші қосылып отырған болсаңдар, онда міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңдар. Қай фигураны бұрып қойды дейді. Асын қарасақ, бұл екінші фигураны бұрып қойған екен. Яғни 2 рет сағат тілмен бұраса, асындағы фигура шығады. Әсінде де солай екен. Екінші фигураны бұрып қойған екен. Бесінші есепте кесте бойынша есеп құрастыр және шығар дейді. Бұл жерде параллелепипед беріліп тұр екен. Оның ұзындығы ені биіктігін беріліп тұр. Және кесте бойынша кейбір жерінде көлемін, кейбір жерінде қырын биіктігін, кейбір жерінде қабырғасын тап деп тұр екен. Олай болса, біз оны көлемнің табу үшін аны в-ға, оны с-ға көбейтеді екенбіз. Ал с-ны табу үшін в-ны а көбейту в-ға бөлеміз. Ал в-ны табу үшін а-ны с-ға көбейтіп көлемге бөледі екенбіз. Егер сендерге жаңа көрінбей қалған болса оқушылар, онда видеоны кері қайтарып, тоқтатып қойып, қайтадан қарастырып алуларыңа болады. Бұл канал сендерге тиімді болып жатса, достарыңмен бөлісуді, комментарий жазуды, лайк басуды ұмытпаңдар. Енді 6-шы есепте және тексер дейді. Олай болса, біз бөлу амалын орындап аламыз да, шыққан бөліндінің мәнін бөлгішке көбейту арқылы бөлінгішті табуымыз керек екен. Егер екеуін көбейткенде біздің бөлінгішіміз шығатын болса, онда біздің есептегеніміз дұрыс болып табылады. Енді міне барлық есептер түгел шығарылған, өздерің қарап аласыңдар деген ойдамын. Сонымен қатар бұл каналда 1-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейінгі сыныптардың барлық математика пәндерінің тақырыптары болады, және ТЖБ, БЖБ-лар да талданады. Енді 7-ші тапсырмада мынандай екен. Бөлмеге линолеум төсеу үшін жұмысшы бөлмедегі арқалық қойылған жерді қоспай, бөлменің ауданына тең линолеум бөлігін сатып алуы тиіс. А. Бөлменің жалпы ауданын тап дейді. Арқалық қойылған жердің ауданын тап дейді. Б. Пайдалы ауданын тап дейді. Оны табу үшін қасындағы суретке қараймыз. Осы жерде бөлменің ұзындығы ені, арқалықтың ұзындығы мен ені берілген екен. Осыларды қолдану арқылы есепті шығарамыз. Жалпы ауданды табу үшін біз 9-ды 4-ге көбейтеміз, сонда 36 метр квадрат болады. Ал арқалықтың ауданын табу үшін 3-ті 2-ге көбейтеміз, ол 6 метр квадрат. Енді бізге пайдалы жері керек, яғни линолеум алатын жеріміз керек. Олай болса, біз жалпы 36-дан жаңағы арқалықтың 6 метр квадратын алып тастаймыз. Сонда 30 метр квадрат. Яғни бізге 30 метр квадрат линолеум алу қажет екен. 8-ші ойлан және жауап бер дейді. Түйе мен жылқыға жүк артып келе жатқан жолаушы, егер жылқының үстіндегі бір қапты түйеге ауыстырсам, онда түйенің үстіндегі жүк жылқының үстіндегі жүктен 2 есе ауыр болады. Ал егер түйедегі бір қапты жылқыға ауыстырсам, онда екеуінің жүгі теңеседі дейді. Әр жануардың үстіндегі қаптың саны 10-нан кем. Бастапқыда әрбір жануардың үстінде қанша қап жүк болған дейді. Енді біз есептің берілгенін қарасақ, 10-нан кем дейді. 10-нан кем сандардың ішінен біз тура 2-ге бөлінетін санды қараймыз. Яғни бірінші 8-ді қарастырайық. Егер 8-ді тура 2-ге бөлсек, онда 4-4-тен болады. Жылқыда да түйеде де.
Енді түйеден біреуді жылқыға қосқан себепті біз 4-тен 1-ді алып 3 деп, 4-ке 1-ді қосып 5 деп жазамыз. Яғни түйеде 5 болғанда, жылқыда 3 болған екен. Егер жылқыдан беретін болса, онда 2 болады да 3-тен 2 есе артып кетеді. Олай болса біздің тапқанымыз дұрыс екен. Яғни жылқыда 3 қап, түйеде 5 қап жүк болған екен алғашқыда. 9-шы есепте 3 бұрыш қандай 2 дөңгелектің арасына жасырылған дейді. Олардың радиусын өлшеп дәптерлеріңе сыз дейді. Радиусын өлшеу үшін қолдарыңа сызғышты алып, сары дөңгелекті және күлгін дөңгелектің радиусын өлшейсіңдер де, сол бойынша циркульді пайдаланып, дөңгелектерді дәптерлеріңе сызып алыңдар. Және арқарай қандай фигуралар көріп тұрғаныңды жаз дейді. Жасыл түсті фигуралардың арасында қандай тұр дейді. Яғни біріншісін қарайық. 3 бұрыш ол сары мен күлгін дөңгелектің арасында тұр екен. Міне мына секілді 2 дөңгелек циркульдің көмегімен сызып аласыңдар. Екінші, жасыл түстілердің арасына дөңгелек қызыл дөңгелек пен сары 3 бұрыш елінделіп тұр екен. Біз дөңгелек 3 бұрыш шаршы көріп тұрмыз.